Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және бүгін мен сіздерге Какашиды қалай күшейтуге болатыны жайлы айтып беретін боламын. Ал сіздерден өз фантазияларыңызды қосуларыңызды сұраймын. Шай мен тәттілеріңіз дайын болса онда кеттік. Ең алдымен мен кәдімгі Какашиды күшейтетін боламын, ал кәдімгі Какаши деген ол Обитоның бір шаринганына ие Какаши. Какашида шаринган бар, сол үшін оны күшейтуге ең бірінші шаринганның қабілеттерін қолдану керек. Мысалы, Какашидің 1000 нинжутсусын көрсетсе болады. Мен Какашиге клон голем деген техника берер едім. Голем тастай қатты және бір жері сынса тез қалпына келетін қабілетке ие болады. Мысалы, големді жай кунаймен не қылышпен бөле алмайсың деген сияқты. Жалпы ол Тонеридің големі сияқты болады, бірақ големнің түрі мен бойы Какашимен бірдей болады және әрине ондай техникаға көп чакра керек. Екіншіден, мен Какашиды Какузумен мына филлер серияларда көрсетілген кейіпкердегідей денені тастай қатыру техникасы арқылы күшейтер едім. Бұл техника енді Какашидің өзін жарылатын кунайлардан және кунай мен қылыштардың оның денесін кесіп кетуінен қорғайтын болады. Оған қоса тастай қатты дене Какашидің соққыларын өте ауыр қылады. Мен өз басым мұндай Какашимен төбелеспес едім, сіздер де төбелеспеңіздер. Және филлер серияларда Какашидің көптеген найзағай элементінен құралған техникалары Райкиридің неше атасы көрсетілген еді. Сол техникаларда канон серияларда көрсетілгенде олар да Какашиды өте жақсы күшейтер еді. Одан бөлек Какашиды неше түрлі барьер генжутсулар арқылы күшейтуге болады. Және Какаши Паккунмен өз басқа иттерін үлкейте алса, немесе оның басқа алып иті болса, шақырту техникасы арқылы қолданылатын, ол да Какашиды әжептеуір күшейтер еді. Бұл техникалар Какашиге әлсіз шинобилерді көзді ашып жұмғанша жеңуге көмектеседі, бірақ мықты шинобилер, жартылай құдайлар ше. Мен келесі ретте айтатын техникалар мен қабілеттердің барлығы Какашиды өте мықты қылуға бағытталады. Мысалы, мен алдында айтып өткен қабілеттердің бәріне енді бір өте мықты артефактты қоссақ, Какаши 10 есе күшейіп шыға келеді. Және Какашидің чакрасында сол артефакт арқылы көбейтуге болады. Көп чакра Какашиге көп мықты нинжутсуларды бірінен кейін бірін қолдана беруге мүмкіндік береді. Және оған қоса мен Какашиге Саскенің Киринына ұқсайтын техника қосар едім. Мен оны Мега Райкири деп атар едім. Яғни ол Мега Расынган сияқты үлкен болады. Какаши ол техниканы шайқаста 2-3 секунд ішінде қолдана алар еді. Және оның күші Саскенің Киринімен бірдей болар еді. Және Какаши Камуиді Обитомен бір деңгейде қолдану үшін мен оған Хаширама жасушаларын берер едім. Біреулер тағы да Хаширама жасушалары ма деп ренжуі мүмкін. Бірақ мен Хаширама жасушаларын Какашидің сюжетіне әдемі кіргізер едім. Мысалы, Какаши Пейнмен төбелесте бір қолынан айырылып қалады, сосын Цунады және Каноханың басқа дәрігерлері Какашиге Хаширама жасушаларынан жаңа қол жасап береді. Есесіне Какаши енді Камуиді ең жоғары деңгейде қолдана алады. Какаши Мокутонды да игерсе болады, бірақ мен Мокутонды тек Мадара мен Хаширамаға қалдырар едім. Ал сіздер Какашиге Мокутонды берер медіңіздер, астына өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Және Какашиге жер элементінен тұратын 10 балдық жер сілкінісі деген техника берсе де болады. Солай Какаши түгелдей ауылдарды қирата алатын болады. Немесе су элементінен құралған алып цунамиде Какашиды нағыз имба қылар еді, және сол техника арқылы ол өзен, көл, теңізге жақын орналасқан елді мекендерді бірден жоқ қыла алатын еді. Бұл күштер әрине Обитоның екі көзі мен Рикудо чакрасына жетпейді, бірақ адамдар Какаши осы қабілеттерді қолданғанда Какаши біреудің күшін пайдаланып жүр деп айтпас еді. Яғни мен берген қабілеттер арқылы Какаши Барутода және Наруто анимесінің соңында да мықты шиноби болып қала беретін еді. Сосын Какаши Сусано мен Обитоның екі көзін тұрақты пайдалана алмайтынын да ұмытпайық. Ал мен айтқан қабілеттерді Какаши тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн қолдана беруіне болады. Ал Какаши Нарутоның соңында және Баруто анимесіне шарингансыз өткен күннің өзінде оның клон голем, 10 балдық жер сілкінісі, денені тастай қатты қылу, найзағай элементінің барлық техникалары және әрине Мега Райкири, мүмкін алып цунами және Какашидің артефакты онымен бірге қалар еді. Ал жаңа күлгін найзағай оның бұрынғы күштеріне әдемі бонус болар еді. Мен өз басым дәл осындай Какашиды анимеден көргім келетін еді. Ал саған менің Какашиды күшейткенім ұнады ма, және сен Какашиды қалай күшейтер едің? Және шын мәнісінде тағы да осыны айтып өтуім керек, Какаши өте мықты, бірақ аниме мен мангада Какашидің біраз қабілеті көрсетілмей қалды. Өз ойыңды видеоның астына жаз, бәрібір үстіне жаза алмайсың. Және менің Кибаны қалай күшейтуге болатыны жайлы видеомды көруді ұмытпа. Және сол видеода мен Кибаның өмір баянына да толық тоқталдым. Көп рахмет, сау болыңыздар.